Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Отыра қойыңыздар, рахмет. Бүгін барлығымыз түгелміз бе? Кезекші? Бүгінгі сабақта екі оқушы жоқ. Әшірбай Нұрмұхамед, Бегайдар Көркем. Жақсы. Және де екеуі де себепті. Жақсы, рахмет. Сабақты бастамас бұрын балалар жағымды психологиялық ахуал орнатып алайық, иә? Енді экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Экранда неше түрлі бізде көңіл күйлер бейнеленген, иә? Осы көңіл күйлерді басу арқылы сіздердің бүгінгі көңіл күйлеріңізді анықтаймын, және де осы эмоцияның артында жасырын сандар тұр. Сол бойынша топқа бірігетін боламыз. Ал оқушылар жылдамдатып экранды басатын боламыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал Нұрасылдың көңіл күйін көрейік. Нұрасыл, Баян, келе ғой. Ал Нұрасылдың көңіл күйі қандай екен? Жақсы. Бірінші топсың. Сәттілік тілеп отыр сізге, және ары қаратай Баян. Күліпті. Үшінші топқа отыра ғой. Ал ары қаратай. Динара. Динара, бүгін ойланып тұрсыз ба, көңіл күйіңіз жоқ па? Бірінші топсыз, сәттілік тілеп отыр сізге. Сезім, келе ғой. Сезімнің көңіл күйі қандай екен? Сезімнің көңіл күйі бүгін жақсы, балалар. Ал балалар, сіздерге жаңа топқа бөлініп алдық қой, енді әрқайсыларыңыз алдыңызда бізде мензурка және колбалар тұр, химиялық ыдыстар, яғни. Осы тұста сіздерде әрқайсыларыңыз алдарыңызда бізде атомдар бар. 10 атом, яғни бұл сіздерге бүгінгі бағалау шкаласы бойынша бізде 10 балл жүйемен бағалаймыз сіздерді. Әр дұрыс жауапқа бір атомнан салып отырасыздар. Түсінікті ма? Олай болса, үй жұмысын сұрап алайық, яғни өткен тақырыпты еске түсірейік. Өткен білімімізді, қандай тақырып өткен тақырып? Жақсы, жарайсыздар. Демек бізде сіздерге міне химия пәні мұғалімі келіп отыр, сіздерге сұрақ қоям дейді. Үй тапсырмасын кім? Ал, Диляра келе ғой. Ал, көмектесіп жіберейік. Тағы бір мәрте. Қоспалар қалай жүктеледі? Қоспалар гомогенді, гетерогенді. Жақсы, гомогенді және гетерогенді. Тағы да қалай айтамыз? Біртекті, артекті. Жарайсыңдар, отыра ғой. Диляра, өзіңе 1 балл. Келесі кім шығады бізде, балалар? Дамир, келе ғой. Оқи ғой, не дейді? Ас, тұз, су. Бұл қандай қоспан түрі? Бұл бізде гомогенді қоспаның түрі. Гомогенді қоспан түрі. Қалай бөліп аламыз? Бұны біз буландыру арқылы бөліп аламыз. Жақсы, жарайсың, Дамир. Өзіңе 1 атомды сала ғой. Келесі бізде? Сезім, келе ғой. Сезім жылдамдатамыз. Гомогенді қоспаларды бөлу әдістері. Жақсы. Гомогенді біз буландыру немесе кристалдану және Гомогенді қоспаларды бөлу әдістері қандай? Буландыру немесе қайта кристалдандыру. Айдау. Көмектесеміз, балалар. Яғни біз гомогенді қоспаларды қалай бөлеміз? Яғни кристалдану емес қой. Жоқ, буландыру және айдау арқылы бөлеткенбіз. Ал, жақсы, отыра ғой. Келесі кім бізде? Мансұр, келе ғой. Бол, жылдамдат, Мансұр. Жылдам, Тағы 1 мәрте басып. Гетерогенді қоспаларды бөлу әдістері. Қандай? Біз бұмен тәжірибе жасадық, иә? Мысалы, буландыру жатама гетерогендіге. Көмектесейік. Кристалл. Сүзу. Динара. Зарина айта қойшы. Сүзу, магнитпен бөлу және тұндыру дейді. Жақсы, қабылдайық. Келесі балалар, Сержан, келе ғой. Сержан, жылдамдата ғой, қоғысан. Қайсын? Мұна ма? Темір өгіндісі және ағаш. Темір өгіндісі, ағаш шоңқасы. Жақсы. Гетерогенді қоспан магнитпен бөлеміз. Магнитпен бөлеміз, иә? Өйткені не үшін магнитпен бөлеміз? Темір бар. Сержан, өйткені темір бар. Жарайсың, Сержан, өзіңе 1 атом сала ғой. Келесі балалар, жылдамдатай. Ұлданай, келе ғой. Ұлданай, жылдамдат. Ұлданай, қайсын таңдайсың?
Су мен май Су мен. қосындысы бұл гетерогенді қоспа, бұл бөлгіш құйғын. Не бөлгіш құйғы әдісі арқылы Бөлгіш бөліп құйғы аламыз әдісі дейді. бөліп Дұрыс аламыз. па балалар? Дұрыс дейді. Отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Осымен үй тапсырмасын сұрап алдық. Әрқайсыларың дұрыс жауап бергендерің өздеріне атомдарыңды салдыңдар, иә? Дұрыс жауапқа әрқайсыларың бір жауапқа, яғни бір атомды салып отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Келесі бізде балалар жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа тақырыбын болжау үшін, яғни білу үшін біз келесі бейне баянға назар аударуымыз керек. Ал енді экранға назар аударайық балалар, жаңа сабақты болжау үшін, яғни бейне баянға назар аударамыз. Олар физикалық және химиялық құбылыстар. Физикалық құбылыс кезінде заттың тек пішіні, түсі, агрегаттық күйі өзгереді. Мысалы, мұздың еруі, судың булануы, әйнектің сынуы, жіптің үзілуі. Бұл құбылыстарда заттың құрамы өзгермейді. Ал химиялық құбылыс кезінде зат құрамы өзгеріп, жаңа заттар пайда болады. Мысалы, сүттің ашуы, қағаздың жануы, нанның көгеруі, темірдің таттануы. Қорытындылай келе, физикалық құбылыстар зат сол күйінде қалады. Ал химиялық құбылыстар мүлдем жаңа зат түзеді. Ал енді балалар, нені байқадыңыздар? Яғни қандай екен біздің тақырыбымыз? Неге байланысты болып тұр? Жақсы, жарайсыздар. Олай болса сабағымыздың тақырыбы физикалық және химиялық құбылыстар. Жақсы балалар. Келесі оқу мақсатына келетін болса, физикалық және химиялық құбылыстарды ажырату. Сабақтың мақсаты физикалық және химиялық құбылыстарды ажыратады. Физикалық құбылыс кезінде не болады дейді? Я, молекулалар өзгеріске ұшырайды ма? Қол көтерейік. Молекулалар өзгеріске ұшырамайды. Яғни, тек қана несі өзгеру мүмкін екен? Пішіні. Пішіні өзгеру мүмкін. Түсі өзгерсе ол деген физикалық құбылыс бола ма екен, Ұлданай? Жоқ, бұл химиялық құбылыс дейді. Химиялық құбылыс дегеніміз не екен? Химиялық құбылыс деген түсі өзгер, яғни басқа, мүлде басқа зат пайда болады екен бұл жақта, иә? Қайтадан орнына келмейтін, артқа қайтпайтын процесс қой, жалпылама айтқан кезде. Яғни химиялық құбылыс кезінде, дұрыс айтасыздар, оның құрамындағы молекулалар өзгеріске ұшырайды екен. Ал балалар, қазір бізде топтық жұмыс, жас зерттеуші әдісі бойынша сіздерге ғылыми зерттеу орталығынан ұсыныс келіп отыр, соны тыңдап көрейік, экранға назар аударамыз. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Ғылыми зерттеу орталығынан сіздерге тәжірибе жасауды ұсынып отырмыз. Сіздеріңізге сәттілік. Тәжірибені сіздерге жаңа топқа бөліндік қой басында, иә? Сол топ бойынша әрқайсыларыңыз өз орындарыңызды тауып, сол жақта зертханалық жұмыстарын жасайтын боламыз. Енді сіздерге ұсынылып тұр, ол жақта дайын барлығы. Есімізге түсіріп алайық, иә, балалар? Қандай қауіпсіздік ережеміз бар? Ал айта ғой, Ұлданай. Ерітінділерді бір-біріне мақсатсыз құйып араластыруға тыйым салынады. Жақсы. Жақсы, тағы. Динара. мұғалім рұқсатсыз тұрып жүруге болмайды. Жақсы. Арғаратай, Язире. Ұшқыш заттардың иісін анықтау үшін ыдыстарды мұрынға тақауға болмайды. Жарайсыңдар. Арғаратай. Дамир. Химиялық элементтерді ережемен қолдану керек. Жақсы, қабылдайық. Арғаратай. Мерей айта ғой. Ыдыстарға немесе қыздырып жатқан табақшаларға үңіліп қарауға болмайды. Жақсы, дұрыс айтады, өте дұрыс. Ал балалар қауіпсіздік ережесін еске түсіріп алсақ, кеттік. Арғаратай, топтық жұмыс жасайық. Ал балалар, бізде номер 3 зертханалық жұмыс, иә? Бізде жаңағы сіздерге тапсырылған тәжірибені біз орындаймыз. Демек, алдарыңызда тұрған құралдарды алып, жұмыстың барысына кірісейік. Натрий карбонат және кальций Бірінші топ, Енді қосыңдар. Жақсы, сіздерге не түзілді? Тұнба. Бұл
химиялық реакцияның белгісі. Химиялық реакцияның белгісі бар ма? Иә. Бар. Жақсы, бірінші топ. Бізге берген тәжірибе ас содасы мен сірке қышқылын қосу. Аха. Жақсы. Оны үстіне кетті. Аз мөлшерде қолданамыз дедік, иә? Көтереміз жоғары. Жоғары. Не бөлініп жатыр? Бізде химиялық реакцияда газ бөлініп жатыр. Химиялық реакция жүрді, сіздерде Газ газ бөлінді. Үшінші топ сіздерде? Біздің үшінші топта қағазды жандыру берілген. Жақсы. Астынан қаратай жағағы. Табақшаға. Ішіне саласам. Не түзіліп жатыр? Сіздер не болып жатыр? Қандай? Бізде түс өзгеріп жатыр. Бұл химиялық құбылыс. Химиялық құбылыс, иә? Дұрыс екен. Химиялық құбылыс болу үшін бізге қандай белгі болу керек? Күл болып кетті, яғни артқа қайтпайтын процесс, иә? Ал орындап болсаңыздар, орындарымызға отырайық. Дұрыс болса, 3 атымнан береміз, иә? Отыра қойыңыздар. Топ, әрқайсыларыңыз. Бұл топтық жұмыс қой. Дескриптор бойынша, иә? Ал балалар енді функционалдық сауаттылыққа арнайы тапсырма бергім келіп отыр сіздерге. Яғни бұл жақта контекст, яғни мәтін беріледі. Осы мәтіннің ішінде сіздерде химиялық және физикалық құбылыстарды анықтау қажет. Бүгінгі күн ретінде жазып, дәптерлеріңізге орындай қояйық. Функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырмамызды орындап жатырмыз ғой, иә? Енді кім айтады бұл жақта? Мерей айта қойшы. Мерей оқып шығ алдымен, иә? Бұл шайнекке су құйып отқа қойды. Бірнеше минуттан кейін су қайнай бастады. Асхат ыстық суға шай мен қант қосты. Қант еріп кетті. Жақсы. Дастарханға нан қуырып үстіне ірімшік қойды. Асхаттың күтіп жүрген анасы ас үйдегі темір қасықтың түсін өзгергенін байқады. Ал енді бұл жақта қандай химиялық па физикалық құбылыс не бар екен? Қандай құбылыс түрі бар екен? Ол шайнекке су құйған кезде ол химиялық. Шайнекке су құйған химиялық құбылыс па, балалар? Іс қимыл ғой, балалар. Ары қаратай бізде не істеді? Қандай құбылыс түрі шықты? Жақсы, дұрыс айтасыз. Су қайнады дейді. Ал су қайнады дегеніміз ше? Химиялық па, физикалық па? Физикалық. Ары қарай бізде қандай құбылыс бар екен? Ал бұл. Жақсы. Ары қарай. Нан қуырды дейді. Нан қуырған қандай құбылыс? Я, Мерей? Химиялық құбылыс, я? Дұрыс па? Жақсы. Жақсы. Өйткені ол жақта не орын алып отыр? Түсі өзгеріп отыр дейді. Дұрыс па? Келесі тапсырмамыз, балалар. Екінші функционалдық сауаттылыққа байланысты. Ал кім оқиды? Оқи қойшы. Іңкәр. Айнұр демалыс күндері тәтті бәліш пісірмек болды. Ол алдымен тоңазытқыштан сары майды шығарып, жылы жерге қойды. Сосын ары қаратай. Май еріп жұмсарып кетті. Майды шығарып жылы жерге қойғаны. Жоқ, тоқта ары қаратай оқымайсың ба? Содан соң ұн мен жұмыртқаны араластырып, қамыр илеп пешке қойды. Біраз уақыттан кейін үйдің іші хош иіске толды. Қамыр пісіп, алтын түске енді. Осы кезде Айнұр байқаса, пештің әйнегі буланып кеткен екен. Қандай құбылысты анықтап байқап отырмыз? Сары майды шығарып, жылы жерге қойғаны. Бұл қандай құбылысқа жатады? Физикалық. Физикалық дейді. Жақсы қабылдаймыз ба? Дұрыс па? Дұрыс. Ал келесі. Біраз уақыттан кейін үйдің қамыр пісті дейді, аха? Қамыр пісті? Алтын түске енді. Бұл қандай құбылыс? Химиялық. Химиялық. Өйткені? Оның түсі өзгерді. Түсі өзгерді. Яғни оның құрамы да өзгеріп кетті ғой. Бағанағындай емес. Яғни артқа қайтпайды ғой ол деген, иә? Жақсы. Батындарды сала қойыңыздар. Келесі бізде балалар жұптық жұмыс. Алдарыңызда тұрған ноутбуктарыңызды ашып, я, арнайы сіздерге видео берілген, сол видеодан біздің қазақтың
мультфильмдері берілген. Көксерек. Әрқайсыларыңызда ноутбуктарыңызда сіздердің сілтеме тұр, соны басып, әрқайсылар жүк бойынша соны көре қойыңыздар. Бұл жақта қазақтың мультфильмдері берілген. Көксерек, Жетілақ, Бауырсақ. Қайсысы түссе де сол мультфильмнің ішіндегі құбылысты анықтау керек. Жақсы ма? Жұп бойынша жұмыс істейміз. Жұптық жұмыс, балалар. Біргеміз жұпқа. Ал балалар, қайсымыз дайынбыз? Қай жұп дайын? Ал, Сезім мен Айбар. Бізге берілген ертегі бауырсақ ертегі. Бауырсақ ертегі түскен. Ол ертегіде біз апаның бауырсақ пісіргенін көрдік. Жақсы. Қандай құбылыстар бар екен? Бізде мына жақта бауырсақ пісіру және де нанға сүт қосу немесе отқа пісіру деген Құбылыстар, пайда болған. бауырсақ пісіру деген ол бізде химиялық құбылыс, өйткені оның түсі өзгерді. Жақсы, жарайсыңдар. Дискриптор бойынша, сіздерге берген дискриптор бойынша 2 балдан бере қойыңыздар. Келесі бізде кім дайын? Ал, Баян, сіздерге қандай мультфильм берілді? Айта қойыңдар. Бізде Көксерек мультфильмі берілген. Ол жерде 2 құбылыс түрі болды. Қардың жауы және оттың жануы. Ал айта қойшы, бұл қардың жатқаны қандай құбылыс? Физикалық па, химиялық па? Химиялық. Химиялық дейсіз ба? Қателесеміз. Қандай екен? Физикалық. Қардың жатқаны физикалық құбылыс. Ал оттың жануы дейді? Химиялық. Химиялық құбылыс дейді. Жаңа қателескеніміз бойынша, яғни бір ғана балды ұпайды бере қойыңыздар. Бір атынан сала қой, жұптарыңыз қателесті бір рет. Ал келесі бізде, келесі мына жақта Ильяс пен Диляраға берейік. Сіздерге берілген. Біз бұл ертегіде Жетілақ туралы ертегі көрдік. Бұл жерде Жетілақтың аналары өз лақтарын үйіне қалдырып кетті. Оларға отын жақты. Ол химиялық құбылыс. Отының жануы химиялық құбылыс. Жарайсың. Диляра? Далада жаңбыр жауып тұр, ол физикалық құбылыс. Физикалық құбылыс дейді. Қабылдайық. Жақсы, дискриптор бойынша 2 ұпайдан бере қойыңдар өздеріңе. Өздеріңіздің білімдеріңізді бекіту үшін мен сіздерге мынандай кобаларды тараттық бергім келіп тұр. Әрқайсыларыңызда бұл жақта бізде QR код бейнеленген. Осы QR кодты сканерлеп телефондарыңызбен тапсырманы орындай қояйық. Бұл жеке тапсырма болсын. Дискрипторлар берілген, сол бойынша бағаланасыздар. Ноутбуктарыңызды жаба қойыңыздар, жанына қоясаңыздар. Мен соның үстіне таратып бере салайын. Әрқайсыңызға бұл жеке тапсырма. Жаба сал. Әрқайсыларыңызға жеке тапсырма. Қазір берем. Жетпей қалды ма сіздерге қазір? Жақсы. Ал сканерлеп тапсырманы тапсырге орындаймыз, балалар? Ал балалар, жеке жұмысты орындап жаттыңыз ба? Ынтымақ, бүгін сенің даусыңды естігім келіп отыр. Тағы да? Айта ғой. Сүт аштыдан болуы ол химиялық құбылысқа жатады, өйткені оның молекулалары өзгереді. Темірдің тотпасуы ол неге химиялық құбылысқа жатады, өйткені ол түсі өзгереді. Түсі өзгереді, жақсы. Сөйтіп парабеннің балқуы ол бізде физикалық құбылысқа жатады, өйткені ол қайтадан қалпына келеді. Қалпына келеді. Жақсы. Қабылдайық. Келесі бізде? Булануы бізде физикалық құбылыс, ол қайтадан буланғаннан кейін қайтадан су түрінде қалады. Дұрыс айтасыз, бізде конденсация деген бар еді ғой, яғни ол қайта орнына келеді екен. Ал жақсы, жарайсың. Бүгінде 2 балды өзіне бере қой, 2 атым сала қой. Жақсы. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Сіздердің яғни көзқарастарыңызды білгім келіп отыр. Нені түсінгендеріңіз, нені түсінбегендеріңізді, яғни келесі бізде, яғни сабақтан барлығын түсінсеңіздер, барлығы керемет деп басасыздар. Түсінбесеңіздер, сұрақтарыңыз болса, мына ұяшықты басасыздар. Ал келесі сұрағым бар болса, сұрақтарыңыз болса, мына бұлтты басасыздар. Түсінікті ма? Келе ғой, Мансур. Бұлттың үстін баса ғой. Келе ғой, Динара.
Жақсы, басылмай қалды ғой. Аха, ары қаратай. Келесі. Бәрі түсінікті болды ма? Жақсы. Келе ғой, Мерей. Бұлттың үстін баса ғой. Жақсы, жарайсың, келе ғой. Барлығы түсінікті ме? Ешкімнің сұрағы жоқ па бүгінгі сабаққа? Барлығы түсінікті болды ма, балалар? Олай болса, балалар, кері байланыстарыңызға рахмет. Барлығы түсінікті болса, бағалауға көшейік. Әрқайсыларың сабақтың басынан барысында, басынан аяғына дейін өздеріңізге атыммен бағалап отырдыңыздар. Яғни дискриптор бойынша. Сезім сізде қанша атым? 9 атым. Жақсы. Бүгін сезім белсенділік танытып 9 атым жинаған екен. Ал келесі бізде кім тағы? Дамирда қанша атым? 8 атым. Не себепті Дамир сізде 8 атым? Жеке жұмыста, иә. Мен химиялық құбылысты қойдым. Иә, ол бірақ не бізде физикалық құбылысқа жатады екен. Не себепті? Өйткені ол Яғни судың буға айналады. Бу қайтадан суға айналады демек. Бұл бізде физикалық құбылысқа жатады екен. Жақсы. Ал енді балалар үйге тапсырма алайық. Үйге біліміңді тексер 27-ші беттегі 4-ші тапсырманы үйге аламыз. Жақсы ма? Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет.